Сіздермен кино қалам. Бүгінгі кино шолымды әдеттегідей мықты бір детективті фильмнен бастаймын. Фильм «Монтаж» деп аталады. Өзім детектив жанрының фанаты болғандықтан, бұл фильм маған қатты ұнады. Шынымен, фильм соңына дейін қылмыс қалай болды, кім жасады деумен отырасың. Өздеріңіз көріп бағалап кетіңіздер. Фильм басына пакет киіп қатты қорыққан бір әйелдің машинада отыруымен басталады. Кенет оның көлігінің жанынан басқа көлік жүріп өтеді. Ол көліктегі жігіт әйелге қараймын деп апатқа ұшырайды. Сол кезде әйел көліктен шығып, аударылып жатқан машинаға қарай бара жатады. Бір сәтте ол аяғымен кішкентай қыздың туфлиін теуіп кетеді. Осы сәтте әйел оянып кетеді. Бұл тек оның көрген естелік екен. Бұл әйелдің есімі Хагёнг. Осыдан 15 жыл бұрын осы әйелдің Суджин есімді кішкентай қызын белгісіз біреу ұрлап өлтіріп кеткен. Осы кезде біреу оның есігін қағады. Ашса, детектив Джунхо мен оның әріптесі келіпті. Олар әйелдің үйінен қылмыс бойынша көптеген деректер мен ақпараттарды көреді. Джунхоның әріптесі үйден бір кассета тауып алып, оны магнитофонға салып қосып көреді. Прости меня. Видишь, она жива. Я ничего не делала. Ол кассетада Хангённың кішкентай қызы мен және оны ұрлаған ересек адамның даусы жазылған екен. Детектив жылдамдатып магнитофонды өшіре қояды. Джунхо әйелге қызының өліміне 15 жыл толғанына байланысты қылмыстың мерзімі өтетіндігін айтады. Яғни, бұдан былай қызын өлтірген қылмыскерді іздеуді тоқтатады. Хагёнг бұған қатты ызаланады және детективке қарап, "Сіз қызымды өлтірген адамды табамын деп уәде бергенсіз" дейді. Қыздың анасы осы күні марқұм қызының жатқан жеріне келіп гүл қояды. Ал детектив болса, қызды өлтірген жерге қайтып келіп, болған оқиғаны еске алып тұрады. Кенет жігіт дәл сол оқиға болған жерде бір ақ раушан гүлінің жатқанын көреді. Ол бірден қыздың анасына хабарласып, "Гүлді қойғансыз ба?" деп сұрайды. Қыздың анасы қоймаған болып шығады. Сонда жігіт жақын жерде камера барын көреді. Қылмыстың мерзімінің өтуіне 5 күн қалады. Детектив әріптесімен бірге бейнебақылау жазбасынан бөгде бір еркектің түнде оқиға орнына келіп, гүл шоғын тастағанын байқайды. Олар бірден сол жерге барады. Оқиға орнына жақын жерде олар бір көліктің тоқтаған дөңгелек іздерін көреді. Сөйтсе, 15 жыл бұрын дәл осы жерде қылмыскер ұрланған көлігін тастап кеткен екен. Детективтер дереу сол көлікті іздей бастайды. Сол түні сол жерден өткен видеорегистратор бар көліктерді іздейді және ондай көлікті табады. Қылмыскер мінген қара Kia Carnival көлігі болып шығады. Бірақ мемлекеттік нөмірін алып тастаған екен. Детективтер енді дөңгелек іздерімен іздеуді бастайды. Джунхо бейнебақылау жазбасын қайта қарап отырып, көліктің алдыңғы терезесінен жапсырылған наклейканы көріп қалады. Бүгінгі күн қылмыстың мерзімінің бітуіне соңғы сағаттар қалды. Джунхо шарасыздықтан базарға барып Карнивал көлігін іздейді. Оған әріптес қоңырау шалып, базарда күні бойы отыра бергеннен ештеңе шықпайтынын айтады. Екеуінің телефонмен сөйлескен әңгімесін Хагёнгте тыңдап қалады. Кенет Джунхо көшеден қара Карнивалды көзі шалып қалады. Көлікті айнала қарап шығып, өзіне керек көлік екеніне көзі жетеді. Енді айналаға қарап иесін іздемекші болғанда, қара плащ зонтик ұстаған ер адамды көзі шалады. Бірден артына түседі. Ер адам қаша жөнеледі. Қашып жүріп бір кафеге кіріп тығылады. Детектив артынан кіріп жанына жақындай бергенде белгісіз адам атып тұрып қаша жөнеледі. Ол көлігіне отырып детективке ұстатпай кетеді. Көлікті жедел іздеп тауып алады, бірақ ол көліктегі номер ұрланған болып шығады. Детектив Хагёнгке қылмыстың мерзімі өткендігін айтып, енді ештеңе істей алмайтындарын айтады. Джунхо осы қылмыс бойынша барлық деректер мен айғақтарды өртейді. Оған қыздың анасынан дыбыстық хабарлама келеді. Ол жерде әйел мына адамдардың контактілерін біліп беруін өтінеді және осыдан кейін оны мазаламайтынын айтты. Келесі көріністе атасы кішкентай немере қызын дворда ойнатып тұрады. Кенет үйіндегі телефон шырылдайды. Атасы немересін тастап үйіне жүгіріп кетеді. Телефонды енді ала бергенде шырылдауы қойып қалады. Үйінен шыға бергенде қайта шырылдайды. Сөйтіп бірнеше шырылдағаннан кейін телефоннан кішкене қыздың дауысы естіледі. "Анашым" деген. Атасы бірден далаға жүгіріп шығады. Қыса немересі жоқ болып шығады. Оқиға орнына полицейлер келіп тергеу жүргізеді. Атасын далаға шығарып қалай болғандығын көрсет деп тапсырады. Атасы далада отырғанда кенет бір телефонның дыбысын естиді. Қараса жанында бөтен телефон жатыр екен. Жауап береді. Оған немересінің ұрлаушы хабарласып, "Немерең менде" дейді. Хагёнг қылмыскер сытылып кеткен кафеге келеді. Ол жерде қылмыскерден қалған зонтикті тауып алады. Зонтиктан Норебанк деген жазуды көреді. Осы сәтте ұрланған қыздың анасына қылмыскер хабарласады. Ол ертең таңертеңге 50 мың қолма-қол ақша дайындап қоюды бұйырады. Телефонмен сөйлесіп болғаннан кейін қыздың анасы демікпесі ұстап құлап қалады. Оның кеудесінде оданың ізі болып шығады. Полицейлер ұрланған қыздың атасы телефонын қойып, өзі кетіп қалғанын біледі. Осы кезде Хагёнг зонтикте жазылған банкке келіп, зонтиктерді кімге бергендерін сұрайды. Кешкісін оңаша жерде әйел банк қызметкерімен кезігіп, оған ақша ұсынып, зонтикті берген клиенттердің тізімін алады. Қылмыскер ұрланған қыздың анасына тағы хабарласып, қызының аман екенін көрсету үшін үйінің жанынан өтіп бара жатқан мусоровозға қыздың жаңа түскен суретін салып жібереді. Осы оқиғаны тергеп жүрген бір детектив дәл осы жағдай 15 жыл бұрын болғанын айтады. Сол кезде де кішкене қыз ұрланып, оның суретін қоқыс машинасына салған екен. Иә,
Ол оқиға Ха Кёнгтың қызы Су Джин еді. Қылмысты тергеп жүрген бір детектив бұрынғы қылмыс бойынша архивті атқарып жүріп, Джун Хоның есімін көріп қалады. Сөйтсе Джун Хо мен бұл детектив ескі таныстар болып шығады. Джун танысына 15 жыл бұрын қылмыскер қалай құтылып кеткенін баяндап береді. Сол кезде қылмыскер 50 мың қолма-қол ақшаны әскери рюкзакқа салып, түскі 12-де вокзалға қойып кетуін бұйырған. Көп ұзамай вокзалға кезекті пойыз келіп тоқтайды. Ішінен рюкзакты артқан өңшең әскерилер түседі. Сөйтіп қылмыскер де әскери форма киіп, рюкзакты ауыстырып, полицейлерден ізін суытып үлгереді. Қылмыскер қыздың анасына тағы телефон соғып, дәл 15 жыл бұрынғы вокзалға түскі 12-де ақшаны әкеліп таста дейді. Джун Хоның досы одан 15 жыл бұрынғы оқиға немен аяқталғанын сұрайды. Қылмыскер вокзалдан ақшаны алып кеткеннен кейін полицейлер Ха Кёнгтің үйінен кетіп қалады. Сол кезде қылмыскер әйелге хабарласып, таза ақша әкел деп айтады. Себебі оның алдында вокзалдан алған ақшасында метка бар еді. Оны жаратқан бойда ұсталып қалатынын білді. Қылмыскер ақылды. Сөйтіп қылмыскер Ха Кёнгке өзінің шотынан ақша алып, қаланың сырт жағына кел дейді. Детектив Джун Хо болса әйелдің үйіне келіп, жазу құрылғысынан қылмыскер мен әйелдің сөйлескендерін естіп, бірден ол да қаланың сыртына аттанады. Джун Хо осы жерден ары қарай әңгімені айтқысы келмей, қылмыскері ақшаны алып тайып тұрды дейді. Ал кішкене қыз өлді. Келесі көріністе Ха Кёнг банктен алған адамдардың тізімін реттеп, детектив Джун Хоға қоңырау шалып, бірнеше адамның аттарын береді. Ол бұл адамдардың данныйын біліп беруін өтінеді. Ұрланған қыздың анасы ақшаны вокзалға келіп тастайды. Полицейлер вокзалды жан-жақты бақылауға алады. Қылмыскер осы жолы да көп әскерилермен бірге жүріп, ақшаны байқатпай алып кетеді. Бірақ Джун Хо қылмыскердің қай жаққа қашатынын біліп, іздеп тауып алады. Көп ұзамай оны ұстайды. Алайда ұстаған адамдары ұрланған қыздың атасы болып шығады. Қыздың атасы немересі ұрланған күні тауып алған телефонға хабарласқан қылмыскер оны белгісіз бір жерге келуін бұйырған. Атасы ол жерге келгеннен кейін қылмыскер оны бір бос тұрған ғимаратқа кіргізіп қамап кетеді. Ол ғимараттың ішінде магнитофон тұр екен. Оған немересінің ата деген даусын қойыпты. Ертесіне оны босатып, түс уақытында вокзалға барып ақшаны ал деп бұйырған екен. Бірақ полицейлер оған сене қоймайды. Себебі ешқандай дәлел жоқ. Тауып алған телефонын да қылмыскердің айтуымен лақтырып тастаған екен. Полиция оның үйін тінтиді. Тінту барысында қылмыскер жіберген немересінің суреті дәл осы жерде түскені белгілі болады. Ха Кёнг банктен алған тізімдегі адамдарды өз аралап тексеріп бастайды. Полиция атасының өз немересінің ұрлауына қатысы бар екендігі жайлы көптеген дәлел табады және атасына немересінің қайда екенін айтуын бұйырады. Бірақ Джун Хо бұл дәйектер тым ашық, атасына шын қылмыскер жала жауып жүр деп ойлайды. Ха Кёнг тізімдегі бір адамның үйіне келеді. Ол үйде ешкім жоқ болып шығады. Сол кезде әйел үйдің ішіне кіріп тексеріп жүріп альбом тауып алады. Ол альбомда коляскада ауру қызын ұстаған бір еркек тұрады. Және сол суреттің түскен датасы тура қызы ұрланған жыл болып шығады. Және келесі суретте қызының жазылып қалған суреті тұр екен. Ол жерде уже қызы өлгеннен кейінгі уақыт. Бір сәтте қабырғадағы күнтізбеге көзі түседі. Ол жерде қылмыстың аяқталған күніне дейінгі күндері белгіленген екен. Әйел қызын өлтірген қылмыскерді тапқанын түсінді. Дәл сол сәтте үй иесі келіп қалады. Ха Кёнг қолына пышақ алып қылмыскерді өлтірмекші болады. Джун Хо атасы айтқан бос ғимаратты тауып келеді. Ол жерден ол ұрланған қыздың дауысы жазылған кассетаны тауып алады. Джун Хо оны бірден дыбысты зерттейтін маманға апарады. Маман дыбыстан бір әйелдің дауысын байқап қалады. Әйел ол жерде ата деп айт дейді, ал қыз ата дейді. Джун Хо дереу полиция бөлімшесіне барып кассета тауып алғанын айтып, қыздың атасы кінәлі емес екендігін айтады. Бірақ бөлім басшысы оған сенбейді. Себебі қылмыскердің қыздың анасымен сөйлескен дауысы атасының даусымен 99%-ға тура келіп тұр. Демек, атасымен қылмыскер болып сөйлескен бір адам. Джун Хоның басы әбден қатып, қайтадан дыбыс маманына барады. Оған қылмыскермен ұрланған қыздың анасының дауысы жазылған кассетаны беріп, осыдан 15 жыл бұрынғы қылмыскердің даусымен салыстыр дейді. Біршама уақыттан кейін маман Джун Хоға қызық бір сәйкестікті айтады. Маман 15 жыл бұрынғы қылмыскердің дауысы мен қазіргі қылмыскердің дауысы 100%-ға дәл келіп тұрғанын айтты. Яғни 15 жыл бұрынғы дауысты диктофон мен телефонға қайта ойнатып тұр. Ең қызығы, 15 жыл бұрын қылмыскермен сөйлескен Ха Кёнгтің дауысы ғимаратта табылған кассетадағы дауыспен сәйкес келеді. Ол кассетада естеріңізде болса, ата деп айт деген бір әйелдің дауысы бар. Міне сол әйел Ха Кёнг болып шығады. Яғни Ха Кёнг өзінің қызын 15 жыл бұрын өлтірген адамды тауып, сол кезде оны өлтірмей, артынан оның немересі бар екенін біліп, кегін қайтармақ болып жоспар құрып, немересін ұрлап әкетеді. Және артынан бар кінәні сол атасына жабады. Атасын кінәлі қылып көрсететіндей барлық дәлелдерді жасайды. Джун Хо бәрін бірден түсінеді. Бәрін Ха Кёнг істеп жүрген басында енді жетеді. Ол Ха Кёнгті тауып алады. Оның жанында ұрлаған қызы да бар екен. Ха Кёнг басқа ештеңе істей алмағандығын айтып ақталады. Немересін ұстап қуанып тұрған қылмыскерді көргенде жарыла жаздағанын айтып, олардың да өзі секілді жылап қиналғандарын қалағанын айтты. Джун Хо кішкентай қызды алып кетеді. Ол түрмеде отырған атасына келеді. Оған 15 жыл бұрынғы қылмыскер екенін білетінін айтып, сол түні қалай болғанын айтады.
Сол түні қылмыскер басына пакет киген Хагёнгтың жанынан өтіп, жолдың жиегіне барып тоқтайды. Суджинді анасына бермекші болып көліктен алып шыға бергенде қыз қашып кетеді. Кішкентай қыз қашып бара жатқанда аяғы тайғанап жардан құлап кетеді. Дәл осы кезде детектив көлігімен келген еді. Ол Хагёнгті көріп қалып, алдына қараса жардан тура көлігіне қарай құлап келе жатқан Суджинді көреді. Ол бірден рөлін бұрып жіберіп көлігімен аударылып қалады. Аударылып жатқан сәтте қылмыскердің қалай Хагёнгтың көлігінен ақшаны алып кетіп қалғанын көреді. Ал Хагёнг жардан құлап жолда жатқан қызының өлі денесін көреді. Қылмыскер осының бәрін ауру қыз үшін істегенін айтады. Қызының отасына қомақты ақшасы болмағандықтан кішкене қызды ұрлап ақша тауыпты. Бірақ ол қызды өлтіретін ойы болмағанын және айтты. Егер сол кезде қыз қашып кетпегенде тірі болар еді дейді. Детектив ашуланып кетеді. Ол қылмыскерге немересі аман қалғанын қаласа, келісімшартқа отыруды талап етеді. Келісімшарт бойынша атасы өз немересін ұрлағанын толық мойындайды және немересін қайда жасырғанын жайлы да айту керек болады. Атасы көніп бар кінәні мойнына алады. Оны 15 жылға түрмеге қамайды. Символичный емес пе, иә? Бір қылмысты 15 жыл бұрын істеп ұстатпай кетеді. Сосын 15 жылдан кейін істемеген қылмысына тура 15 жыл мерзім алып кетеді. Қызық әрине, кәріс режиссерлердің көзқарасы ғой фильмге. Джунхо атасы бар кінәні мойындады және немересін жасырған жерін айтты деп басқа полицейлерге айтады. Артынан полицейлермен бірге қыздың анасы Джунхо айтқан жерден қызын аман тауып алып шығады. Хагёнг қызының жатқан жеріне қайтып оралып гүл шоғын қояды. Осымен күрделі фильм аяқталды достар. Осындай күрделі фильмдерді ұнатамын. Түсінбесеңіздер комментарийға жазып сұрап алыңыздар, жауап беремін. Түсінсеңіздер онда өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Фильм қалай сіздерге? Және атасының бұл ісін қалай бағалар едіңіздер? Қызымның ауырғанын көрген мен еш нәрседен тайынбадым дейді. Жарайды достар, арнамды қолдап жазыла кетіңіздер. Коммент, лайк, само собой. Ал мен келесі фильмді талдауға кеттім. Қолдау болса әрине. Ол да детектив. Сау сәлеметте.